Сәлем достар, бүгін термомикстің бүкіл режимдерімен таныстырып өткім келіп отыр. Бірінші термомиксті қосамыз. Бізде бас экран шығады. Осы экранда қол режим, яғни ручной режим деп айтылады, 3 дөңгелек шығады. Соның үлкені бұл уақыт, екіншісі градус. Мына жерде максимально 99 минут. Бізде уақыт қазы қайнатқанда пайдаланамыз, иә? Мына жерде градус. Градустың максимально 120, одан кейін варома басталады. Және де мына жерде жылдамдық. Жылдамдық 1-ден 10-ға дейін, ал мынау реверс. Яғни араластыру процесі жүреді бұл жерде. Пышақ майдаламайды, керісінше жай ғана араластырып тұрады. Енді келесі экранға ауыстырған кезде бізде 13 функция шығады. Ең бірінші ол таразы. Бұл дәлме-дәл өлшейді. Плюс-минус 1 ғана грамм айырмашылық болады. Келесі. Бізде бұл тесто режимі. Тесто режимінде ашытқымен, ашытқысыз пресный тесто дейді. Тіпті де фарш илеуіңізге болады. Максимально 751 килограмм ғана болу керек. Ұнның салмағы. Әрі қарай. Бізде турбо режимі дейді. Турбо режимі бұл өте ыңғайлы. Жаңғақ, ірімшік, мұзды тез ұсақтап береді. Және де бұл 1-2 секундта бұның қуатты жақсы айналым жасайды. Енді келесі режим бұл предварительная очистка дейді. Бір ғана капля фейри қосып, термомиксті жуып алуға болады. Сосын тек қана кранның суымен шайып жібересіз. Бұдан кейінгі функция бұл измельчить. Измельчить функциясы бұл бізге майдалауға көмектеседі. Біртіндеп, яғни жылдамдықты біртіндеп көтересіз. Мына 6. Даусынан байқауға болады, біртіндеп көтерілетінін. Крем-суп, кез келген крем-суптарды пюре жасауға болады. Енді келесі яйцеварка функциясы. Бұл жерде біз жұмсақтан қаттыға дейін режимдерін таңдаймыз. 8 жобамен 12 минут ішінде жұмыртқаны қайнатып береді. Өте ыңғайлы. Одан кейін чайник режимі. Чайник режимінде 90 градустан 100 градусқа дейін сіз шайды қайната аласыз. Газсыз ақ. Бұдан кейін бізде подогрев функциясы. Подогрев, яғни мультиваркадағыдай ішіндегі тұрған тамақты сәлден кейін ысытсаңыз болады. Мына градустар 90 градусқа дейін. Мына жерде скоростары берілген, максимум 2-ге дейін ысытып береді. Келесі функция бізде загустить. Яғни бұл қоюландыратын функция. Бұл не үшін керек? Сорпа, тұздық, крем, пудинг сияқты тағамдарды қоюлатады. Артықшылығы сіз қолмен араластырмайсыз. Режимге қойып қоясыз, бір келкі сізге консистенция береді. Келесі функция бізде рисоварка функциясы. Бұл жерде кез келген гречка, күріш, булгур, гарнирді ішінде қайната аласыз. Артықшылығы ештеңе күйіп кетпейді, суы дұрыс өлшенеді. Енді бізде квашение функциясы, яғни ферментация жасау үшін қажет. Йогурт, айран, қамыр ашытуға болады. Артықшылығы 12 сағатқа дейін тұрақты температура ұстап тұрады. 70 градусқа дейін мына жерде температура. Келесі бізде медленно приготовление деген, яғни жаймен пісіреді. Бұл етті, рагу, бұқтырылған тағамдарды жұмсақ әрі дәмді етіп пісіреді. Артықшылығы температурасы төмен. Баяу режим пісіру арқылы тағамның дәмін сақтайды. Бұл жерде 100 градусқа дейінгі температура, 8 сағатқа дейін бефстроганов, я болмаса етті салып қоюға болады, тушенка қылып шығарып береді. Және де соңғы функция бұл сувид функциясы. Бұл не үшін керек? Ет пен балықты вакуумда төмен температурада пісіреді. Артықшылығы кәсіби аспаздар сияқты мінсіз нәтижеге қол жеткізуге болады. 85 градусқа дейін кішкене су құю керек түбіне. Ол пар үшін, сочность сақтау үшін қажет болады. Және де вакуумға салу керек балық пен етті. 85 градус. Жарты сағаттан бастап қалған уақытты өзіңіз қоя бересіз. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.